Одағай междометие. Сөйлеушінің шындыққа, болмысқа қатысын көңіл күй, сезім арқылы білдіретін сөздер одағай деп аталады. Одағайдың атап көрсету қызметі жоқ. Оған арнайы грамматикалық категория тән емес. Көмекші сөздердегі грамматикалық мағына, үстеу қызметі де одағайда кездеспейді. Междометиями называются слова, служащие для передачи различного рода чувств, эмоций, переживаний, а также слова, выражающие общепринятые условности бытовых отношений. Мағынасына қарай. Көңіл күй. Па, пәлі, қап, пақ-пақ, охо, ох, пай-пай, ту, әттен, әттегеней, тәйірі, түге, мәссаған, ойпырау, беу, пішту. Ишарат, тәйт, сөп-сөп, кәне, жә, теке, әрі, әлде-әлде, мұх-мұх, көс-көс, әукім-әукім, шөре-шөре. Тұрмыс салт. Қайыр, рахмет, құп, ләббәй. Тұлғасына қарай, негізгі. Ох, ой, әй, өй, туынды, бәрекелді, тәңір-ай, япырмай, мәссаған, әттеген-ай.